Осыдан 8-9 жыл бұрын осы мына көріп тұрған Турбат ауылынан елді дүрліктірген жаңалық шыққан болатын. Самая известная в Казахстане бородатая женщина не решается сбрить растительность на лице под страхом смерти. Самая настоящая звезда приграничной полосы живет в южно-казахстанской глубинке, и популярна она благодаря своей 20-сантиметровой бороде. 70-летняя Мухтабар Тураева уже 35 лет носит бороду. Меня в ауле называют большая бородатая бабушка. Бұл кісі туралы тек қана телеарналар емес, интернет баспалары да жарыса жазды. Сол кезде апамызды біреуі қолдаса, біреуі даттады. Ал үшінші бірі мүлдем ол кісіні террорист деп шығарды. Енді осынша уақыттан кейін ол кісі қалай өмір сүріп жатыр, не істеп жатыр? Соны бүгін сіздермен білетін боламыз, достар. Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Экраннан алыстамаңыздар, ары қарай қызық болады. Бізді Турбат ауылына келген кезде Мухтабар апамыздың немересі Абдулла күтіп алу керек болатын. Белгілі бір себептермен Абдулла бір жерге кетіп қалыпты. Онымен хабарласа алмай, біз ауылдың адамдарынан сұрап, үйді тауып баруға тырыстық. Ассалаумағалейкум. Мухтабар апа деген кісінің үйін іздеп отырық. Сақалды апа. Қақтеді? Жаңа сақалды апа қақтып тұрған еді, Марат? Алло. Бір сақалды әйел бар еді. Білмейсіздер ма? Қазір ана кісілерден көрейші. Саламатсыз ба апа? Сұрайтсам болады ма? Мухтабар апаның үйін білесіздер ма? Ассалаумағалейкум. Кім? Мухтабар апа. Сақал бар апа. Сақалды апа. Қалай барсақ болады үйіне? Мына жерде келін істейді. Айта салайды ма? Иә, жақсы көреді. Сержан андай деген бар ғой. Біріншісі жақ, екінші андайға кірсеңіз, обувной. Обувной келіні. Мына жерде адамдардан сұрап жүрміз қазір. Өйткені бізді күтіп алатын немересі телефонды көтермейді. 2 рет звондадық, біреуін отклонить етті, екіншісіне көтермейді. Енді мына жерде жақын жерде келін істейді екен ол кісінің. Қазір сол кісіге барып көреміз сұрап. Қазір мына жердегі адамдардан сұрадық. Сол жерге барыңыздар деді. Жақын жерде екен қыз. Жоқ. Ана кісілер уже базардағы кісілер. Базардағы кісілер уже кірісіп кеткен. Таппадық сол. Мына жерде келіні бар дейді ғой, істейтін. Қалай саға? Мына дүкенде келіні бар еді, жабық қой. Жоқ, ашып тұр менеге. О, анау, решетка. Соны айтайын деп жатқан. Қайсы решетканы айтасыз? Мынау. Ақ решетка. Иә. Все, рахмет сізге келген. Мына жерде екен. Мына жерде. Иә, болды, қазір. Сіз Мухтабар апаның келіні деді. Иә. Сол кісіге келе жатырмыз Алматыдан. Сол кісі туралы түсірген. Сол үйін білейік дегенбіз, Абдулла көтермейді телефонын. Местоположение жіберген ғой, қазір өзі көтермей тұр. Базардан сұрап сізге келдік. Осы көшеден тур түсесіңдер ғой? Қайсы? Қай көшеден? Мына жер. Артына да. Сол көшеден тур кете бересіңдер да. Болды. Рахмет. Мына жерде қазір келіннен сұрадық. Мына көшемен түсеміз. Мына көшемен түсіп, осылай барамыз қазір. Кеттік. Все, рахмет. Таптық. Мына көшемен түсеткенбіз ғой. Аман болыңыз. Енді бізді күтіп алатын адам телефон көтермеген кейін осында кішкене қиындықтар пайда болды бізде аяқ асты. Ауылдың бәрі кірісіп кеткен ғой, да келіп байқадың ба? Бәрі іздеп жүр бірімізбен бірге. Ана кісілер бір шығып тұр ғой, бір кісілер. Сонардан сұрап көреміз енді. Қазыналардан сұрайын. Қалыңыз қалай? Мухтабар апаның үйі қайсы? Қайсы бар еді? Налево. Солға бұрыламыз, сол үйі ма? Рахмет үлкен. Құлып тұр ғой үйінде. Бізде достар кішкене облом болып тұр.
Қақпасында құлып тұр. Үйінде ешкім жоқ сияқты. Осы үй екен достар, бірақ үйде ешкім жоқ сияқты. Құлып тұр. Тағы бір зондап көрейік қыз баласына. Немересі. Құдап кетіп жатыр. Абдулла деген немересі. Үшінші рет звондап жатырмыз. Алло, Абдулла, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Абдулла, біз келдік қой. Біз келдік. Үйдің алдында тұрмыз. Бол шақырып кіре бересіз ғой, мен басқа жаққа шығып кеткеннен үйдегілер бар үйде. Құлып тұр ғой есікте. Жоқ, құлып тұра береді. Калитка тұр ғой, калитка. Калитка тұр екен. Түсіндім. Шақырып кіре береміз ғой, а? Аха, рахмет. Ассалаумалейкум. Қайда оны? Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Амансыз ба? Шүкір. Ескерткен еді ғой сіздерде, біз сол хабарласып келеміз деп. Апамыз жақсы ма? Бәрі жақсы ма? Қазір біз заттарымызды алайық. Бір минут. Иә. Алматыдан. Қашқа барып келгенін ескермедім. Иә, естідік. Сол біз одан алдын келмекші едік қой. Сөйтіп естідік неге баратын. Бісміллә. Естідік сразу. Қалыңыз қалай? Сіз ұлысыз ба? Есіміңіз? Жахангер Бағдәулет есімі. Журналист. Сол апамызды аттелетіп келдік, Алматыдан көрейік деп. Қазір жағдай қалай деп. Өйткені 7-8 жыл алдын апамыз арманы болған екен, иә? Сол неге қажылыққа, өзі айтқан сөздер бар екен. Апамыз көрді. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба? Апамыздың өзі қазір. Қалайсыз апа? Апа отыра беріңіз. Жақсы апа. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Рахмет апа. Денсаулығыңыз алдына сізге. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Амансыз ба? Рахмет. Бәрі жақсы ма? Захар Абдулатов отыр. Ассалаумалейкум. Қалың қалай? Апа, денсаулығыңыз қалай? Қажылығыңыз қабыл болсын, Алла тағала. Соны естідік біз. Сілерге ұйқышы болсын. Амин. Ota-onayni op. Айтқаныңыз келсін. Апанан ілесесем сізге, мына жеріңізде қазір сөйлесемін. Қазір не қылып қойын. Сіздің өте ашық адам екеніңізді де естідік. Журналистерге сөйлесіп, не қылатыныңызды да естідік. Рахмат болам, рахмат. Қалай барып қайттыңыз? Жақсы, жүдә жақсы. Осыдан 7-8 жыл алдын сіз интервьюде айтыпсыз, менің арманым қажылыққа барып келу деп. Сол арманыңызға жетіңіз. Арманым ушалды барып келдім балам. 15 күн тұрып келдік. Біз де қуанып қалдық, сол дұғаңыз қабыл болып барып бардық. Кластар достарынан бардық. Ойнап келдік, бәріміз тамаша қып, зиярат қып. Қабыл болсын апа. Рахмат. Апамыз бізді тағатсыздана күтіп отқаны бірден білінді. Өйткені арнайы әсемдетіп тұрып, бізге дастархан жайып, өзінің ішіндегі сырларымен бөліссем деген екен. Біз өзі тегі тұрбатта жасаймыз. Әке шешем де, өзімі торқыным да, қайын жұртым да, о жерде туылып, о жерде өсіп. Отбасыңызда қанша бала болдыңыздар? Өзім отбасымда 3 қыз 2 бала болды. Үлкен ағам соғыстан қайтпаған екен. Кіші ағам жүдә өкімет ішінде көп істеді. Аким болды, райыс болды, агроном болды. Bir apşam Taşkent'te болды, qaytish bo'ldi. Bu yerda bir apşam ham qaytish bo'ldi. Odan bola chaqala qolgan bari da bor. Sonda bir bauringiz, siz g'ana qaldingiz ba? Bir o'zim qoldim, Bauring, iki bauringiz da qaytish bo'lib ketdi. Ikkovi da qaytish bo'ldi, og'am da qaytish bo'ldi. Ikki og'angiz. Ulkan apşam 85 ga keldi. Bari qaytish bo'ldi. Ulardan qolgan bolalar bor, qiz ular bor, ko'pchilik. Sağlığınız өсіп бастаған қай кезден болды? O bұрыннан бар ма еді sizde? Жоқ, әлде бір уақыт келе? 30 yaşdan o'tganimdagi qizimni bo'shangandan keyin chiqdi bu.
Ол қалай не әсер етуі мүмкін? Бұл өзімі шешемді болған, өзімі туған мамамды, әжемді болған. Бұл енді генде бар деп бізде. Ол кісілерде де сақалы болған? Болған оларды. Өзімі мамамда мұрты болған, сақалы болған. Әжемде де болған екен, кемпір әжемде. Мен ол жақта да тексірді, таза қызық болдық. Қалай? Жиддегі етіп, шамадарларны қойып, біздені компьютердан паспорт мұна өткізіп атқанда сандай егілешіліп атты, паспортым алды деп кетті. Мен яғдайларым қорқып ке, болмаса айтпаса бұлай қып оратып, онан бұны үншті. Оратып қойғаны, сонда да көр, паспортымда көрді көмәні сақалым бары. Отырғален, үлкен башылығын алдыға барды жидада. Ол көріп, орындан тұрып, апа Аллах, апа амин, апа бұны Құдай берген, сізге Аллах берген деп, бұлан тіліге түшінмейсің, кейбірге түшінесің, имлап түшіндіреді. Пүлген башқа реал. Апа, мен осыны түсіндіріп жіберейін. Достар, апаның айтып атқан, жида деп айтып атқан, апамыз осыдан 8 жыл бұрын өз арманын айтқан болатын. Мен қажылыққа барсам деген арманым бар, үлкен арман деп. Осы 8 жыл өтіп, апамыз жақында ғана умра қажылығынан келді. Сол кездегі қызығын айтып беріп жатыр апамыз. Содан апа қалай? Жидада сөйтті де мені бір сән сияқты бір бала паспортым алып мені үлкен 3-ші этажға алып шығып кетті. Ол жерде басшылығы бар екен. Енді үлкен дауыды енді мені паспортымы көрді, тексерді, салам берді, өткізді алдыға бәріні көрді. Мұна бұданулары көзіні тілді арапша бір бала деді. Екі қолымны мұнерге бастырды, тағы компьютерге қойды. Екі ұн қойдырды бүйттім. Кеген паспортымы қолымға беріп, елкемге қақбаны балалы кет барып, шерилерге барып қойшты да. Мен кеген жаналы бәрі қорқыпты, бұны бұйерді ап қалады, мен қайтар барадым, бұны соқалынып. Анияқты келейім. Барған жолдашларым бәрі бекітіп қояды, саған кірне кіреді. Тума қадап қойшады, ине тума иліп қойшады, сонда да бәрі көреді, жұртты бәрі көреді. Мен 30 жастарыңыздан шыға бастаса, сол кезде енді атам қалай қабылдады оны? Атам құрсан болардым. Мұнау Ташкентте оқырды университетте, студент. Бірінші, екінші курс. Ташкентте метрола жаңға шыққан. Метрода мұнға базардан киімі, ауқатландырғанымы, жатақыдан алып келем, бұл ұялады де қашып кетеді. Қазір меңзеп айтып жатқан адамы ол үлкен ұлы Жахангер. Анау жас кезінде болғаннан кейін қалаға барғанда, басқаға барғанда адамдар қарайды ғой, қарап. Қарасай анау кетіп жатыр, анандай адам кетіп жатыр дейді, басқа дейді ғой. Кейін барып көз үйреніп кетеді. Наоборот, мақтаныш тұтасың. Тамашқы сондай дегенде. Ол кішкене қателестің дейсіз ғой кездері, жас болып. Жас болғанда ұяласың, басқа қыласың ғой. Ана сақалдымен кетіп жатыр, анандай дейді адамдар. Кейін барып үйреніп кетесің. Атайын ренжімеген, қуаны еп жүрарды. Самман жүрсам қуаны еп жүрама. Алып таста деп те айтпайтын еді. Сіз ешқашан қырмағасыз, алып тастамағасыз, тиіспегесіз. Докторларым тексерген бұны, гендан деген бұны, ауруымы. Ауруынан болдым деп тексерген, ауруам жоқ, болмаған өзі. Өзі бар дейсіз, өзінің әжемден, өзім мамамдан өткенде. Апамыздың бұл сақалы өзінің айтуы бойынша ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан бір ерекшелік дейді. Өйткені апамыздың екі бауырында да осындай сақалдары болған екен. Мен де үлкен әпшемді болған, қалы, менікіден де қалы. Ол журналистларын біреуінде жолатпады. Білмеймін, немеге жолатпады, жоқ, мәңгі кемасында да. Оша заманадан келгенде баруды интервью бермеді. Мен еттім, кепсалы аласың. Ол кісі де тиіспейтін еді ма? Жоқ, тиіспейтін еді, еш тиіспейтін еді ол кісі де. Ал атам сізбен мақтанып кетті дейсіз өмірден? Өмірді мақтанып жүрарды, қуанып. Апамыз сынды басқа мемлекеттерде де танымал сақалды елдер көп. Нақтырақ айтатын болсақ, индиялық Харнам Каул деген жас қыз. Ол басында өзінің сақалынан ұялып, қатарластарының арасында көптеген сынға түскен. Өзінің ерекшелігімен қиын кездерден өткен Харнам бүгінде өте танымал модель. Бастапқыда өз сақалынан айырылуды ойласа, бүгінде ол ерекшелігімен жұртшылықтың алдында мақтануда.
Ал екінші кейіпкеріміз англиялық Мариам Дадгар. Ол азаматша 10 жылға жуық өзінің сақалымен күрескен екен. Бастапқыда сақалын жұлып барынша жоқ қылуға тырысқан. Мама сказала, возьмите пинцет, да повыдергивайте, вот и все. Так сказала мама, и я поступила согласно ее совету. Ал үшінші кейіпкеріміз достар, апамыздың жақын досы, құрбысы және көршісі Ядугар апамыз. Өкінішке орай ол кісімен біз жолға алмадық. Оның себебі ол кісі өмірден озып кетіпті. Алайда ол кісілердің достығы туралы Замана баспасындағы әріптестеріміз әдемі видео түсірген екен. Сізде де сақал бар екен. Ол қайдан пайда болды? Жұқты, менмен көп жатты. Менмен көп қыдырды, содан жұқты. Сіздің сақалыңыз қанша уақыт болды шығып отқан? Көп болды. Өзіңіз қырып шығардыңыз ба? Жоқ. Сәл өссе қырқам, дұрыс. Қырған емеспін. Қашымен қырқам. Екеуіңіз той томалаққа барғанда сіздерге не дейді жұрттар? Сақал дейді, орнын босатып береді. Үлкен сақал, кіші сақал. Мен үлкен, мынау кіші. Екі сақал кеп атыр дейді, барлығы күліп. Сыйлайды. Біз болмасақ той қызық болмайды. Мақаланың құдай көжесі де қызық болмайды. Мынау мен өзім келіншек кезім. Мынау көкең мынау. Бұл 60-шы жылдар ғой, 67-ші жыл. Келіншек болғанымда түшкен суретім ғой. Сол үйге келгенде. Мынау. Апа, на жерде уже кішкене білінеді екен, ана. Қарады екен. 84-85 па? 85. Апамызда уже на жерде байқалған екен. Сізді енді бәрі білді, таныды. Енді әкімдіктен келіп, сізге бір жалпы қалай болсын бір көмек қолын созып. Жоқ. Мен әкімлі келгенде еттім, бір питопқа берілерін, бір санаторияға барып бермеді. Өзім портал тоғырлап бардым, 2-3 рет. Қолларынан кезі тоғырлап кетілерін. Бір подругаммен барамын, құдағайым мінем. Сарағашқамы. Бір санаторияға да сізге... Жоқ, бір санаторияға да берген жоқ. Осы әкімлері келді, сан сияқты журналистер келгенде. Отырып, қонақ болып, шайын ішіп кетті бәрі. Мен еттім соларға, бір питопқа берілерін. Ақымшылыққа келеді, айтпаса аяқы райсовизге жазыларың, салланып бір паста етеді. Жоқ, бермеді, жардым бермеді. Бұдан басқа жардым сорамадым, тек бір питопқа сорадым, бермеді. Енді осылай егде жасқа келген апамыздың бір өтінішін жасай алмаған әкімдікке де үлкен сын шығар. Сіздің өзіңіздің мамаңызда да болған дейсіз, сақал. Сіз қандай болды? Әжесі да. Мамамды ешкім жұрт күлмейтін еді, ешкім мазақ да. Ерекше әйел болды? Ерекше. Менден де сұлу еді мамам өзі. Келбетті. Қандай еді, сақал мұрты бар ма еді? Мұрты жүда қалын еді. Сақалы боларды. Папаңыз еш нәрсе демейтін беді? Жоқ, ешіне. Буйында болады. Бізді буы дейді ко әжесінің. Буйында бар, буйынан бізге юққандырдылар. Әжеңді бар, әжеңден болған бізге жүрардылар. Мамам, өзім мамам атасы молда болған. Бұхарай Шарыпты оқыған екен 6 жыл. Осы жерде өзіміз Завлияда 20-25 жыл имам болған бабам. Ергаш мүлләдірді. Қазақстанның бәрі білді. Бәрі білді. Сол енді сол білгеннен кейін басқа елдерде сізді жаңағы террорист деп айтыпты. Енді жаман көп сөздер айтқан ғой, сізге сол қалай әсер етті? Мен қапа болдым, балаларыма қапа болды. Сол кезде соны ішінде осы Астанадан Шаңғырақ телестудиясыдан барамыз. Самолетке билет, 2 болып кеседі, 3 болып кеседі деді. Бәрін отказ қылды балалы, кереместі. Өзіңіз ренжіп қалдыңыз ғой? Өзімім ренжіп қалдым. Не бір қызла келді, журналист қызла. Бір келбетті, саулатты. Нұмаға мұнақа болды білмеймін енді. Енді Арабияян бары білді, кімлігімі текшірді, қамасы көрді болды енді. Мәйлі, амин.
tinchlik, tani sağlık bo'lsin, umurlaşın uzaq bo'lsin, ikkalanam. Бүгінде апамыздың жасы 80-ге таяп қалған. Үлкен жаста болса да үйдің жұмыстарынан алыстап қалмаған. Бүгінде немерелерін ойнатып, өзі үйдің істеріне толық кірісіп жүр. Осылайша достар, тағы да еліміздегі бір ерекше адамдардың өмірімен сіздерді таныстырдық. Ендеше достар, видео ұнаған болса міндетті түрде лайктарыңызды басып, астына өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз апамыздың өтінішін ұмытпай, әкімдікпен де хабарласып, мән-жайды білдік. Алло, Абдуғали, ассаламалейкум. Қалыңыз қалай? Сөйле бағдарламасы, есім Бағдәулет, журналистпін ғой. Енді аға, бізде мынандай не болып тұр да, сіздерде ауылыңызда Мұқтабар апа деген қария бар, білесіз ғой ол кісіні, Сақалды апа. Иә, ол кісі туралы естігесіз ғой. Енді сол кісі туралы енді тұрбатты біліп жатыр деймін да, жұрттың бәрі келіп, жаңа көрсетіп. Енді Мұқтабар апаның бізге бір өтінішін жеткізді сіздерге. Иә, апамыз бір курорт болса дейді. Демалыс аймағына бір путевка бере алатындай бір мүмкіндік бар ма деп сұрап жатыр. Сол сіздерде қарастыра аласыздар ма, спонсорлар арқылы ма, сіз айтқандай? Оған мүмкіндік бола, заңның аясында тек қана оқысы жаңағы больницадан, поликлиникадан жаңағы қағазын алады. Порталға туырлап қойған, порталға бәріне туырлап қойған, бірақ шықпады, 1 жыл болды дейді. Енді ол порталға өтінішін тастаған болса, заңға сәйкес реттік кезегімен алады, оны ешкім жұмыстамайды. Иә, Абдуғали аға, оны түсіндім. Енді жаңа сіз спонсор деп жатсыз. Енді өзіңіз әкім ретінде жаңағы осылай халықтан апамыз енді танымал кісі, сол арқылы енді бір өтінішін жерге қаратпай өзіңіз көмектесе алатын мүмкіндік бар ма спонсорлар арқылы деп сұрап тұрмын ғой. Мен енді көрейін, жігіттермен сөйлесіп, айтшы анау басқа санаторийлардан өздері онша ауылға келіп, бізге осындай 2 адам, 3 адам деп ол енді ретке береді, видеоға. Қалаға шипа жайы, әйтпесе бір көліктен сондай болады. Иә, сіз енді өзіңіз енді азамат ретінде сол апамызға енді үлкен кісі батасын да аласыз, қолғабыс қылып жіберсеңіз болады ғой, негізі? Болады, бұны қарастырып көреміз, болады. Иә, соны бір өзіңізге түртіп қойсаңыз аға. Өзіңізге бір түртіп қойсаңыз, сізден бір өтініш осылай. Жалпы, жақсы аға, аман болыңыз, сізіңізге сәт. Жақсы. Дағайт. Өздеріңіз естіңіздер, әкімнің жаңағы туыс жағынан жаңағы қайтыс болған екен, 40-ына барып жатырмын дейді, қолым бос емес дейді сұхбат туралы. Сонда да телефоннан біз өздеріңіз естігендей барынша апамыздың уәжін жеткіздік. Енді сұрағанша сұрадық, айттық. Жалпы әкімде жоқ деген жоқ, барынша енді өз тарапынан демеушілерге айтып болсын, осы апамыздың өтінішін қарастырып көреміз деді. Енді бұл жағы қалай болатынын уақыт көрсетеді. Апамызбен біз хабарда боламыз, біліп отырамыз. Бұйыртса апамыздың да бұл кішкентай өтініші жерде қалмайды деген ойдамыз.